Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін тұрақты электр тоғы тарауына есептер қарастырайық. 19 есепті. Диаметрі 0,5 мм және ұзындығы 4,5 метр өткізгішті электр тізбегіне қосқан. Ток күші 1 ампер болғанда өткізгіш ұштарындағы потенциалдар айырымы немесе айырмасы 1,2 вольт болады. Өткізгіштің материалының меншікті кедергісін табыңдар дейді. Енді осы есепті шығару үшін бізге 3 формула керек. Бірінші формула бұл үшеуді 8-ші кластың программасынан алуға болады. Бірінші формула бұл тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. И тең болады У бөлінген R. Екінші формула меншік электр кедергісі R тең болады Ро көбейту L бөлінген S. Одан кейін S тең болады πd квадрат бөлінген 4. Осы 3 формуланы біз есеп шығару барысында қолданамыз. Енді есептің шартын жазып алайық. Диаметрі десе D тең болады 0,5 мм дейміз. Ұзындығы өткізгіштің L әрпімен белгіленеді, ол тең болады 4,5 метр. Ток күші I тең болады 1 амперге. Кернеу, электр кернеу дейміз, ол тең болады У тең 1,2 вольтқа. Табу керек меншікті кедергі роны. Енді бір жүйеге келтіріп алайық. Бұл жерде миллиметрді метрге айналдырамыз. Милли деген ол 10-3 дәрежесі. Демек санды 10-3 дәрежесін метрге көбейтеміз. Енді формуланы жазып алайық. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңының формуласын жазамыз. И тең болады У бөлінген R. Енді мына электр кедергісінің орнына біз мына формуланы қоямыз. Ро L бөлінген S-ті. Сонда US бөлінген Ро L болады. Енді мына жердегі S-тің орнына πd квадрат бөлінген 4 қоямыз. Сонда U πd квадрат бөлінген 4 Ро L. Енді әрі қарай жазамыз. Сонда I тең болады U πd квадрат бөлінген Ро L. Осы формуладан біз роны тауып аламыз. Ро тең болады U πd квадрат бөлінген IL. Енді осы формулаға сан мәнін қоямыз. Есептеп шығарған кезде 5 көбейту 10-8 дәрежесі 10 метр шығады. Есептің шартынан байқайық. Формулада бар ма екен? Міне С формуласы келіп тұр. 5,3 көбейту 10-8 дәрежесі 10 көбейту метр. Сонда жауабы С жауап екен. Міне осылай жаңағы есептерді шығару барысында формулаларды қолдануға болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетулеріңізге болады.